Білімпаз KZ сайтының балаларға арналған аудио кітапханасы. Арыстан Рүстемов. Бақа. Ерте заманда құрбақа да, қосаяқ, тышқан, түлкі, тасбақа тәрізді құрлықта мекендепті. Оның да терісінде түгі, аяғында тырнағы болыпты. Бірақ бақа басқаларға қарағанда жалқау екен. Ол ін қазуды, қысқа азық жинауды ұнатпапты. Күні бойы көл жағасында сазға бауырын төсеп, шоршыған балықтарға аузын ашып, қызыға қарап жатады екен. Бақа да балықтардай суда еркін сайрандауды армандапты, бірақ өзі жақындауға қорқыпты. Бір күні толқын тулап дауыл соғады. Ашулы толқын аузын ашып жатқан бақаны суға шолп еткізеді. Әдепкіде бақа зәресі қалмай қорқады, бірақ бірте салқын суға денесі үйренеді. Үйренген соң көлден шыққысы келмейді. Енді ол қыратта топырақ кеміріп, күнге күйіп, шаң болып, ін қазып жүрген түлкі мен тасбақаны мазақтайтын болады. Судағы өмір бақаның кескінінде өзгертеді. Жүні жидіп түсіп, аяқ орнына ескек пайда болады. Терісін жылбысқы желім жауып, үсті шұбарланады. Сөйтіп ол су мақлұғына да, жер жәндігіне де ұқсамайтын өзгеше бір кейіпке түседі. Қанша уақыт өткенін кім білсін, бір замандарда бақаны судағы өмірде жалықтыра бастайды. Мұнда тұшырқанып жейтін кермек жусан, күйреуік сияқты шөптер өспейді. Бәрі де су татыған дәмсіз балдырлар. Оның үстіне табан тіреп нық жүретін қатты жер жоқ. Бақа жағадағы күнге қыздырынған кездерін, қырда ескен самал желді сағынады. Ол күндіз-түні жағалаудан кетпей қояды. Күндердің бір күнінде дауыл тұрып, толқын шапшиды. Бақа құрғақ жердегі тіршілігін ойлап, мұңайып жүреді. Ашулы толқын су жиегіне жақын келген оны күшті серпінмен құрғаққа лақтырып тастайды. Жағадағы ыстық құм үстіне шығып қалған бақаның халі аса қиын болды. Жер бетінің мол ауасына тұншығып дәрмені кетті. Жанталаса тыпыршып тулады. Неше күндер бойы нәр татпай көзі қара өтті. Бар тапқаны маңайындағы жеуге ілінетін нәрсеге аузын ашып, тілін созатын еді. Осыдан барып, күн сайын оның тілі ұзара береді. Енді жақын қонған шыбын-шіркей, құрт-құмырсқаны тілімен қағып жейтін болады. Бақа құрғақ жерге де үйрене бастады. Енді оның ескектерінің орнына таяқ тәрізді тіреуіш өсіп шықты. Ол шоқаңдап секіріп, орнынан қозғалатын болды. Кейде қырдағы шегірткелердің шырылдаған әнін тыңдайтын. Соларға еліктеп өзі де құрқылдап ән салатынды шығарды. Сол кезден бастап бақа құрлықта да, суды да мекендейтін жәндікке айналыпты. Ыстықтаса суға сүңгіп кетеді екен. Ал одан жалықса, жағаға шығып, жапырақ үстінде отыратын болыпты. Бірақ бақа мұны да місе тұтпайды. Шіркін-ай, су да емес, құрғақ та емес, осы екеуінен құралған жанға жайлы мекен болса, деп армандап, оңашада көз жасын төгеді екен. Суда тұншығып, құрғақта қуырылып, бар сиқынан айырылған бақаны жәндік атаулының бәрі жек көріпті. Ал мейірімді бұлттар бақаның бұл хәлін көріп аяушылық жасайды. Күндердің күнінде қою бұлттар көл жағасына төніп келеді. Жағадағы ыстық құмға күнге терісі күйіп, мұңайып отырған бақаның үстіне нөсерлете төгіпті. Ашық ауада мөлдір тамшылар бақаның арқасына жауады. Бақа мәз болып асыр салыпты. Енді оның тіршілігіндегі ең рахат өмір жылы жаңбыр болыпты. Жазда жаңбыр жауар алдында бақа оны күні бұрын біледі. Жаңбыр алдында бақаның көл жағасына шығып, шаттана құрқылдайтыны сондықтан көрінеді.